Görmesek de 2 жылдың ішінде biraz сынып қалдық. Сол үшін сүйесің бе дейді. Құлай сүй. Ғашықсың ба, сезіміңді білдір. Сағының ба, хатыңды жаз дейді отыр. Ал егер хатыңды оқымай жатса, Каспиен ақша салып жібер дейді. Махаббат. Үйленіп отау көтердің. Мінекей сенде балаққас. Тірлікте мынау жарқыным үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқыр-қасқырмен, маймыл жұптасқан. Өз теңін тапқан соң ғана адымын олар нық басқан. Ойыңменсің жаңғырық, кейде оған ақыл жетпейді. Ал әйелап бала тудыру ақылды қажет етпейді. Күнделік құмар сезімді өрілген үшін отпенен шатастырып алдық Құдай-ау, бір туар махаббатпен. Алдану сірә түк емес. Бұл тақсыз, болсыз шақты да үйлену деген қарағым. Алғашқы баспалдақ қана. Атанаң үрім бұтағың бәрі де сені тұр қолдап, бастысы сұлу жұбайың өзіңе ертең кім болмақ? Махаббат қайсар заңғаршың, кез келген жете алмаған. 10 мыңнан бәлкім екеуі үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерті торлаған. Қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жардан сорлаған. Тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, әйелің досың болды ма? Міне бұл басты мәселе. Не бермек тәннің одағы? Жаныңа жаны қосылмау бұл. Бедеу қасірет қосылмау деген ашылмау. Ал гүл болып ашылмағанның сөзін кім бар жақтаған? Рухы қосылмағандардың сезімі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар жалынсыз, сәнсіз, жақұтсыз. Сондықтан жарық жалғанда екінің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың сырт санын құрайтындар көп, жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе, жүрсең де қандай жолменен бір мәнді сұрақ алдыңда тұрады ылғи көлденең. Әйелің досың болды ма? Самғатқан сенім шырайын. Нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдайым? Ойнайма оның көзінде сезіммен рух жарқылы, оғама ол сенің шаттық мұңыңды жетінші түйсік арқылы. Құқпай ма? Құқпаса әсің секілді, дауылда мұзға жаққан от. Рухани терең түйсіну жоқ кезде махаббатта жоқ. Нағыз қыран, мәңгі ардақтап өтер болар өз көгін. Өзіңді өзің ұмыта біл, бақыты үшін өзгенің. Мұхтар Шаханов.